Ксилиустың өлімі. Квартал шеберінің үйін жаруға тырысқан ойыншы біздің халқымызға опасыздық жасады және бұл үшін ол өлуі керек. Акуреге даңқ. Бұл түйетау үшін қарбалас күн болды. Өлім жазасына кесу сәтті болды. Бірақ империяның әлі жазбаша конституциясы немесе сот жүйесі болмады. Сондықтан әлгі таңқаларлық түйетау құқықтық жүйені құру үшін заңгер боламын деп мәлімдеген ойыншымен кездесті. Өкінішке орай, сіз аз орын аласыз, бірақ бұл да өте маңызды екенін білесіз. Мен тар жерлерді сығуға үйреніп қалдым. Содан кейін, қарғыс атқыр күрке тауық дүреуге күзетшісін алып, империяға жеткілікті азық-түлік өндірмейді деп мәлімдеген кейбір фермерлерге соқтығыстым. Мен 5 бума нан 1-2 жұмыс күн ішінде жеткізіледі деп күтемін. Бірақ ол мезгіл өте келмейтін. Stacks of bread delivered within 1 to 2 business days. Even though he was a little tyrannical at times, a freaking turkey was actually becoming very well liked in the Akulon Empire because he got things done and he was a Спикер харизматикалық және ол жасалған болды. Отандастар, Стив пен Пиксельді күйеуімен әйелі деп жариялау мен үшін үлкен мәртебе. Тіпті ол Қар империясының командасында екінші болса да, көптеген адамдар күркетауықты Иланулоға қарағанда көшбасшылыққа ең жақсы үміткер ретінде қарастыра бастады. Өйткені империядағы адамдардың көпшілігі ешқашан тіпті Иланулоны көрмеген. Өйткені ол үнемі жер астында жасырынып, өлтірілуден қорқады. Шын мәнінде оның кейбір азаматтары оның бар екеніне сенімді емес еді. Әзірге Илануло бастап билік етті, алыстан тек жоғары лауазымды шенеуніктермен сөйлесті. Ифрикин Турки халықтың адамы болып саналды. Бәрімен сөйлесетін адам. Шын мәнінде, Ифрикин Турки соншалықты танымал болды. Сондықтан басқа ұлттардың басшылары оған Илануло үшін емес, одақ үшін жүгіне бастады. Сондықтан осының нәтижесінде Илануло аздап мазасыздана бастады. Түркия менің осы империяны және оның бүкіл саяси жүйесін құрғанымды біледі. Мен тірі кезімде оның шетелдегі жалғыз билеушісі боламын. Бұл өте күлкілі. Біздің дініміз маймыл. Біз оны мықтап ұстаймыз. Мұнда джунглиде аралдағы өмір хаос арасында баяулаған жоқ. Бұл шағын топ маймылдар дінін құрды, және олардың мақсаты бүкіл әлемдегі ең үлкен ағашты салу болды. Ал қалғандары бір-бірімен соғысып, өлтіріп жатқанда, біз қазірге дейін джунглидегі әрбір тайпаны бейбіт түрде құрып жатырмыз. Әркімнің өз мақсаты бар. Бұл жігіттер ағаш салып жатыр. Көк крест деп аталатын бұл топ босқындарға тамақ пен баспана берді. Ал Васектің мақсаты әлі де әлемді жаулап алу, оны есінен тандырғандай болды. Әсіресе одан кейін, кітапханашылар екінші мұнараны қалай салды. Сіз мұны дәмдеуіштер үшін жасадыңыз, солай емес пе? Иә, жалпы алғанда, Вазик үлкен нәрсені жоспарлағандай көптеген ойларға ие болып көрінді. Ал Сесхайфен мен теңіз адамдары әлі де джунглидегі ең үлкен екі тайпа болды, және екеуі де өте жақсы жүрді. Мысалы, Сесхайфен үйленді, бірақ ол джунглиде жүруі және барлығынан үйлену сыйлықтарын талап ету үшін ғана. Және сіз бұл жұмыс істегенін білесіз. Екінші жағынан, теңіз адамдары үлкен мақсатқа қол жеткізді. Бұл ақыры джунглидегі хаосты тоқтату. Олар мұны жасырын топтарды жіберіп, ұрылар мен өлтірушілерді, сондай-ақ олар дұрыс емес әрекет жасады деп мәлімдегендердің барлығын іздеу арқылы жасады. Бірақ олар өлтірген кейбір қылмыскерлер шын мәнінде Сесхайфеннің одақтастары болды. Бұған жауап ретінде Сесхайфен теңіз адамдарынан тоқтауды талап етті. Олардың бастамасы бірден, бірақ теңіз адамдары кенеттен жалғастыруды жоспарлап отыр. Джунгли аралы жаппай соғыстың алдында тұр. Хаос жеткіліксіз сияқты. As if there wasn't enough chaos already.